Естеріңізде болса, осыдан біраз күн алдын мен әйелімді жақсы көремін, әйеліме сенемін деген еркектің хатын шығарған болатынмын. Сол күннен кейін біраз күн жекеме ол кісі жазып жүрді, бірақ менің хатымды рұқсатсыз шығардыңыз деп ренжи ма деп жауап бермей жүрген болатын. Бүгін былай жазып қойған екен: сіз айтқаннан кейін мен әйелім мен анамды беттестіріп ашық сөйлестім. Әйелім ештеңе мойындамады, өкірді, жылады, шешең бізді шағылыстырып жатыр деп айтты, бірақ мен анамның сөзін тыңдап, анамның жағында болдым. Ақырында ол бала шағасын жинап алып кетіп қалды, ажырасамын деп. Мен кетте демедім, кетпе де демедім. 10 күнге жетпей өзінің қателігін мойындап, кешірім сұрап қайтып келді. Сіз менің көзімді аштыңыз деп жазып қойыпты. Осындай араларыңызда ер азаматтар болса, осындай отбасылар болса, ойлансын деген мақсатта мен алдарыңызға осы хатты тағы да шығарып отырмын. Бұл әйелдерді құрметтемеу керек деген сөз емес. Иә, әйел анаң, әйел әпкең, әйел қарындасың. Әйелдерді құрметтеу керек, бірақ сол құрметке нағыз лайықты әйел сенің ата-анаңа қызмет жасап, бауырларың басын біріктіретін әйел. Ешқандай әйелдің сенің ата-анаңа, бауырларыңа жаман деп баға беруге қақысы жоқ. Ондай әйелден қорқу керек. Әрбір адам бұл өмірге келгеннен кейін бақытты болуға лайықты, бірақ сол бақытты сізден ешкім сырттан келіп жасап бермейді. Бақытты өмірді де, жақсы өмірді де жасайтын тек өздеріңізсіздер.